Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін адам ағзасына өте пайдалы холодец тағамын әзірлейтін боламыз. Холодецтің құрамында калий, магний, натрий, фосфор, темір және де көптеген микроэлементтер бар. Сонымен қатар ол біздің ағзамыздағы гемоглобин мен иммунитетімізді көтереді. Қыздар, мен рецептімен дайындап көріңіздер, дәмі өте дәмді болып шығады. Холодецті дайындау үшін бізге сиырдың аяқтары қажет болады. Бұны кез келген ет сататын магазинден алсаңыздар болады. Жақсылап жуып, үстінен суды құйып қайнататын боламыз. Және де мен каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Енді бұл қайнағаннан кейін тағы да 5-10 минут қайнатамыз. Содан соң сиырдың аяқтарын осылай сүзіп алып, суды төгіп тастаймыз. Сөйтіп, үстіне суды құйып, қайта қайнататын боламыз. Ол кезде біз 8-10 сағат аралығында қайнатамыз, қыздар. Неғұрлым көп қайнаса, соғұрлым холодеціміз өте дәмді болып шығады. Менде 1,5 килограмм сиыр аяқтарына мен 3,5 литр су құйдым. Енді 3-4 сағат қайнағаннан кейін осындай дәмдеуіштерді қосамыз. Тұз, сарымсақ, лавровый лист, бұрыш, кез келген зелень түрлерін салсаңыздар болады. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді сала берсеңіздер болады. Енді тағы да қыздар 5 сағаттай мен қайнаттым. Общий сонда 9 сағат қайнады менде. Мінеки дайын болды. Енді барлығын жақсылап осылай бөлек ыдысқа сүзіп алатын боламыз. Қою жаңағы сүйектерін, сіңірлерін бәрін сүзіп аламыз. Қыздар, сосын бұл холодецке ет қосып жіберсеңіздер, тіптен дәмі ерекше дәмді, тәтті болып шығады. Мен ет қосуды ұмытып кетіппін. Қайнатып қойғамда соғи ет қосам деп ұмытып кеткем. Сонымен кешке дейін осылай қайнады, қыздар. Етті қосыңыздар сіздер. Сосын міндетті түрде сүзіп аламыз, өйткені сүйектің майда қалдықтары қалып кетеді сорпада. Сосын мөп-мөлдір әдем болып шығады, егерде сүзіп алсаңыздар. Менде осы сорпадан өте көп холодец шықты. 9 ыдысқа құйып алдым, тағы да 1 легенге құйып алдым еще. Енді қыздар, осы сүйектегі сіңірлерді ажыратып, сіңірлерді жақсылап майдалап турайтын боламыз. Болмаса мясорубкадан өткізсеңіздер болады, блендермен езсеңіздер болады. Осылай жақсылап майдалайтын боламыз. Қыздар, сосын айта кететін жайт, егерде сіздер холодецтеріңіздің әдемі көрінген қаласаңыздар, онда ыдыстың түбіне укроп сеуіп жіберсеңіздер болады. Піскен сәбізді турап, гүлістеп салып қойсаңыздар болады. Жұмыртқаны пісіріп сасаңыздар да болады. Енді бұл жерде фантазияларыңызды қосып, әдемілеп істесеңіздер де болады. Мен жай ғана осылай ыдыстарға құйып қоя салдым. Барлық ыдыстарға құйып, холодильникке қоятын боламыз қатыруға. Мен түнде құйып қойдым, таңертең менде холодецтерім дайын тұрды. Міндетті түрде қыздар холодильникке қоямыз, ешқандай да морозильникке қойып жүрмеңіздер. Мінеки бізде адам ағзасына пайдалы холодецтеріміз дайын болды. Міндетті түрде қыздар істеп көріңіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Самал.